Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 2020 жылғы қаңтардағы ОБТ-да кездескен С деңгейінің есептерін қарастырамыз. Алдыңғы видеомызда біз дәл осы С деңгейінің есептері болды, бірақ ол жерде бір жауабын таңдау сұрауларында кездескен есептер болған. Бұл сабағымызда біз көп жауабын таңдау сұрауларында кездескен С деңгейінің есептерін қарастырамыз. Сонымен бірінші есепке келсек, массасы 216 грамм бір валентті металл сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде көлемі 14,9 литр азот 2 валентті оксиді бөлінді дейді. Енді теңдеуге келсек, әдетте металдар басқа қышқылдармен әрекеттескенде сутек түзіледі, бірақ азот қышқылында ешқашан сутек бөлінбейді. Азот қышқылында екі тұрақты өнім болады, ол біреуі металдың нитраты болады, бізден бір валент металл NO3 болады, және су ол тұрақты өнім. Кез келген азот қышқылында металмен әрекеттескен су мен металл нитрат түзіледі. Ал енді газ тәрізді өнім, бұл жерде азоттың оксидтері болады. Біздің жағдайымызда ол NO. Енді ол ерітіндінің концентрациясына байланысты аммоний нитраты да шығуы мүмкін, бірақ бұл есепте бізге NO түзіледі деген. Енді есептің теңдеуді теңестірсек, металл бізде 0 тотығу дәрежесі. Енді бұл жерде электрондық баланс әдісін қолданайық. Электрондық баланспен металдың тотығу дәрежесі 0, нитратта плюс 1 өйткені бір валентті, азот бізде плюс 5, теңдеуде өнімде ол плюс 2, сонда азот бізде плюс 5-тен плюс 2-ге дейін 3 электронын қосып алып жатыр. Металлымыз 0-ден 1-ге дейін 1 электрон беріп жатыр. Енді электрондық баланс жасау үшін 3 пен 1 теңестіреміз, онда мынаны көбейтеміз 3-ке. Онда бізге осы жеткілікті. Мынау металлдардың коэффициенттері 3 деген сөз. Біздің жаңағы еселігіміз оның коэффициенттері. Енді мына жерде біз 1-ге көбейтеміз. Онда ол NO-да 1 болу керек. HNO3-да 1 болу керек еді, бірақ мына жерде реакцияда тағы плюс 5 болатын азот бар өнімде. Сонда бұны қосып береміз, мына 3 азотта. Сонда жалпы мына жерде 4 азот болады. Судың алдына 2 қойсақ, теңдеуіміз теңеседі. Енді есептеуге келейік. Онда бізде мына теңдеуден 3 металдан 1 моль азотты газ, азоттың эквивалентті газы шығып жатыр. Мынаның массасы 216 грамм, мынаның көлемі 14,9 литр. Енді металдың молярлық массасын біз X деп алайық, X грамм моль деп алайық. Онда коэффициентіне көбейтсек 3X болады. Енді көлем болғандықтан астында бізде 22-де 4 пропорция бойынша. Енді осыдан біз X тапсақ, X-іміз 216-ны көбейтеміз 22-де 4-ке, оны бөлеміз 3-ке және 14-де 9-ға. Осыдан жоқтап бізде 108 деген сан шығады. Бұл бізде X-іміз ол MR болады, онда күміс шығады екен бізде. Енді есептеуде, тіпті мынау теңдеудің бәрін білмесеңіз, онда жай ғана MR бойынша да бізге жобалап 216 дегеніміз ол 108-дің 2 есесі. Осылайда оны наугатпен белгілеуге болады. Ары қарай келесесеміз. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы. Бұл жерде ауаның молярлық массасын білу керексіздер. MR ауамыз ол 29. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2 болатын. 23-те 2 грамм қаныққан көмірсутек. Енді қаныққан болғандықтан бұл жерде алкан болуы мүмкін, немесе цикл алкан. Нитр дегенде алынған нитроқосостың массасы мен зат мөлшері дейді. Екі нәрсе сұрап тұр, масса және зат мөлшері. Жақсы, онда бірінші MR көмірсутектен бастайық. Көмірсутектің MR бізде жаңағы ауа бойынша болғандықтан ауаның молярлық массасын көбейтеміз 2-ке, 58. 58 ол С4H10-ның MR. Онда біздің көмірсутегіміз бутан екен. Бутан. Онда бутанның нитрлеу реакциясын жазайық. С4H10. Әдетте алкандарды нитрлеу реакциясын бізде Коновалов реакциясы деп айтады. Сіздердің кітапта енді этамен ғана реакциясы жазылған. Мысал ретінде С4H9, яғни нитробутан шығады. Және су бөліну керек. Есепте бутанның массасы берілген 23-те 2 грамм.
бізде нитробутанның массасын табу керек. Онда мында 58 эмеріміз. Нитробутанның эмері бізде 103. Осыдан x-ті тапсақ, жаңа 23-те 2-ні көбейтеміз, 103-ке бөлеміз 58-ге, сонда бізде 41-де 2 грамм шығады. Бұл бізде сұрап отырған масса 41-де 2 грамм. Ары қарай зат мөлшері бар екінші. Яғни ол зат мөлшерін біз массаны молярлық массаға бөлеміз. Яғни нитробутанның массасы бізде жаңаға есептедік, 41-де 2 грамм шықты. Нитробутанның эмері бізде молярлық массасы 103 грамм моль. Осыдан бізде 0,4 моль шығады екен. Сонымен жауабымыз G және H. Келесі. Үшінші есепте барий хлоридінің 240 грамм 20% ерітіндісі және 245 грамм 25% күрт қышқылының ерітіндісі әрекеттескен, сонда түзілген тұнбаның массасы дейді. Тұнба деп бұл жерде барий сульфатын айтып отыр. Бұл ерітінді бар және артық кем деген есеп. Сол үшін бұл С деңгейі болып тұр. Онда біз бірден заттардың массасын табудан бастайық. Онда барий хлоридінің массасы ерітіндінің массасын процентіне көбейтеміз. Онда 240-та 20% дегеніміз ол санмен 0,2, сонда 48 грамм шығады. Ары қарай масса H2-4. Ол 245 грамм. 245 грамм көбейтеміз. 25%, 0,25-ге. 0,25 ол 4-тен 1. Немесе 245-ті 4-ке бөле салуға да болады. Сонда 61-де 25 грамм шығады. Массаларын тауып алдық. Енді теңдеуді жазайық. Ион алмасу теңдеу. Барий хлор 2 плюс H2-4. Барий С4-іміз ол қышқылда да сілтіде ерімейтін ақ түсті сүт тәрізді тұнба 2H хлор. Барий хлоридінің массасы бізде 48 грамм болды, жаңаған есептедік. H2-4-ке 61-де 25 грамм. Барий хлоридінің молярлық массасы 137-71-ге өтеміз, 208, H2-4 ол 98. Енді бұл жерде молдық факторын анықтау керек, қайсымен есептейміз дегенді. Бірақ бізге есептемей-ақта табуға болады. Өйткені 48 бен 61-де 25-ті салыстырсақ, 61-де 25 үлкен, 208 бен 98 салыстырсақ, 208 үлкен. Яғни біз кіші санды үлкен санға бөлсек, одан кіші мән шығады. Бұл математикалық әдіс, салыстыру сандар салыстыру. Сонда бізде есептеуді біз мынау бізде артық болады. Барий хлоридімен жүргіземіз. Барий С4-тің эмері 233, онда массасын X. X-ті табу үшін біз 48-ді көбейтеміз, 233-ке бөлеміз 208-ге, сонда 53-де 7, 6 бірдеген шығады. Оны біз жоқтасақ 53-де 8 грамм. 53-де 8. Келесі. Термохимиялық теңдеу бойынша есептеу. Бұл жерде бензолдың термохимиялық теңдеу берілген және 2 моль 78 грамм 100 миллилитр 879 грамм миллилитр тығызы берілген. Бензол жанғанда бөлінетін жылудың мөлшері. Бұл жерде 3 параметр берілген, онда жауап 3 жауап болу керек. Онда біріншіден бастайық. Бірінші. Теңдеуде бізде көріп отқанымызда міне коэффициент 1. 1 моль бензолдан 3268 киложоуль жылу бөлінеді. Онда пропорция бойынша 1 мольдан 3268 киложоуль жылу бөлінеді. Бұл теңдеуден алып отырмыз 1 моль дегенді. Коэффициенті 1. Онда 2 молдан қанша болады? 2 молдағы жылуымыз, яғни мынадан 2 есе көп. 3268 2-ге көбейтеміз, сонда бізде 6536. Осы жауап шығады екен. Екінші, 78 грамм бензол дейді. 78 грамм. Енді теңдеуді қарасақ, бензол біреу ғана, оның эмері 78. Онда осы 78-ден бөлінетін жылу ол 3268 деген сөз. Онда екіншінің жауабы бірден 3268 киложоуль болады. Бұл бізде H жауап.
Енді үшіншіде бізде тығыздық пен көлем берілген. Бензол өзі сұйық зат. Онда біз оның бірінші массасын тауып аламыз. Массамыз тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі. Тығыздығымыз бізде 0,879, көлеміміз 100 мл. Осыдан шығады 87-де 9 грамм. Ары қарай пропорция. Яғни бізде жаңа теңдеуде 78 грамм бензолдан бөлінетін жылуымыз 3268. Ал онда бізде 87-де 9 грамм бензолдан қанша жылу бөлінеді деп. Осыдан көбіміз 3683 килоджоуль шығады екен. Бұл бізде А жауап. Енді ең соңғы есеп. Калий перманганат дегеніміз ол. Калий марганец O4, яғни басқаша марганцовка деп айтамыз оны. Калий перманганатын массалық үлесі 38-де 32, тығыздығы 1,19, тұз қышқылының ерітіндісімен өңделген дейді. Яғни мынау барлығы тұз қышқылынікі. Енді естеріңізде болса, біз алдыңғы видеода тоқталғанбыз. Мынадай формула бар. Масса еріген зат, ол ерітіндінің тығыздығы, ерітіндінің көлемі және массалық үлесі. Бұл өте көп кездесетін формула ерітіндінің есептерінде. Осы тұз қышқылының ерітіндісімен өңдегенде түзілген хлор, жаңағы калий перманганатымен H хлор әрекеттескенде хлор түзіледі. Натрий бромидінің ерітіндісімен әрекеттесті. Екінші реакция. Сонда 40 грамм бром бөлінді дейді. Бастапқы ерітіндіде тұз қышқылының көлемі қанша дейді. H хлордың көлемін сұрайды. Көріп отқанымыздай, мына формула бойынша бізде тығыздық бар, массалық үлес бар. Енді көлемді бізден сұрап отыр. Көлем табу үшін бізге массаны тапсақ жеткілікті. Онда теңдеулер жазайық. Бірінші, калий перманганаты бірден теңестіріп жазайын. 2 калий марганец O4 H хлормен әрекеттеседі. 16 H хлор. Бұл реакция хлордың зертханада алыну реакциясы, бұны жаттап алған дұрыс. Өйткені тотығы тоспану реакцияларында көп келеді, коэффициентін сұрайды. 2 марганец хлориді және 5 хлор 2 түзіледі. Газ және 8 H2O. Ұзақ реакция. Екінші теңдеуіміз ол, осы теңдеуде бірінші теңдеуде бөлінген хлор 2-нің натрий бромидімен реакциясы. Натрий бромидімен әрекеттеседі дейді. Енді бұл жерде хлор бромға қарағанда белсенді, оны ығыстыра алады тұздарынан. Сонда бізде натрий хлориді және бром 2 түзіледі екен. Бұл екінші реакция. Енді бізде осы жерде бромның массасы берілген 40 грамм. Бізге H хлордың массасын табу керекпіз, көлемін табу үшін. Оны 22-де 4-пен есептеуге болмайды, өйткені ерітінді деп тұр. Бізде тығыздық, массалық үлес бар. Онда бізде табудың екі жолы бар. Бірінші, бромның массасы бойынша хлорды табуға болады. Сол хлор арқылы H хлор табуға болады. Немесе екінші жолы бізде кішкене оңайырақ. Теңдеуден қарасақ 16 моль H хлордан 5 моль хлор 2 бөлінді. Онда мен соны алайын. 16 H хлордан 5 моль хлор 2 бөлінді. Енді екінші теңдеуге қарасақ, міне 1 моль коэффициенті бойынша айтып отырмын. 1 моль хлор 2-ден 1 моль бром бөлінді. Яғни 1 мольдан 1 моль бөлінеді. Онда 5 моль хлордан 5 моль бром бөлінеді денсіз. Пропорцияның заңдылығы бойынша. Онда бізде бромның массасы 40 грамм деп берілген. Енді осы бойынша тікелей H хлор табуға болады. H хлордың массасы қанша? Бромның өмері 160, оны 5-ке көбейсек 800. H хлордікі 36-да 5, оны 16-ға көбейсек 584. Енді осыдан масса H хлор тапсақ, осы теңдеу бойынша масса H хлор тапсақ, жаңағы 584-ті 40-қа көбейтеміз, оны 800-ге бөлеміз, сонда 29-да 2 грамм шығады екен. H хлордың массасын тауып алдық. Енді мынау формула бойынша көлем табамыз.
Онда көлеміміз жаңағы массаны тығыздықпен массалық үлеске бөлеміз. Массалық үлесті бұл жерде санмен аламыз. Онда көлем ашық хлор. Массасын жаңадан есептедік. 29-да 2 грамм. Тығыздығы 1,19. Массалық үлесі 38-ді 32-ні 100-ге бөлеміз. Сонда 0,3832 болады. Енді осыдан есептесек, бұл жоқтап 64 миллилитр шығады. Енді есептің жауабында тағы литр деген жоқ. Онда мынаны литрға айналдырсақ, мыңға бөлеміз. 0,64 литр. Жақсы, онда бізде А жауап және Аш жауап. Осымен бүгінгі есептер талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.